Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Шілде айының алғашқы жексенбісі Қазақстанда ұлттық домбыра күні болып табылады. Осыған орай Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы кітап көрмесін ұйымдастырды. Мерекені ең алғаш 2018 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бекіткен болатын. Домбыра ең көне аспаптардың бірі. Әртүрлі археологиялық жұмыстардың нәтижесінде домбыраны ең алғашқы шертпелі аспаптардың бірі деп тапты. 1989 жылы Алматы облысында 4000 жылдан асатын неолит дәуірі кезіндегі табылған жартастарда салынған суреттерде билеп тұрған адам және де шертпелі аспап, домбыраға ұқсас аспап бейнеленген болатын. Этнограф өлкетанушы Забира Жакшеваның қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптар атты еңбегінен сіз домбыраның түрлерімен, олардың ежелгі атаулары жайында құнды мәліметтерді қарай аласыз. Көне дүние күмбір атты кітабында Жарқын Шәкәрім музыкатанушы профессор Болат Сарыбаевтың ғылыми еңбектеріне талдау жасайды. Автор Болат Сарыбаевты Қазақстандағы аспаптанудың негізін қалаушы деп атайды. Ол алғашқы халық аспаптар мұражайын ұйымдастырды. Көптеген музыкалық аспаптарды, оның ішінде 3 шекті домбыраны қайта жаңғыртты. Бүгінде республикамыздың барлық өңірлерінде Болат Сарыбаев зерттеп жаңғыртқан аспаптар кеңінен пайдаланылуда. Жолаушы кітабы еліміздің ән күй өнеріне өз үлесін қосқан ұлттық саз аспаптарын жасаушы хас шебер, біздің қадірменді жерлесіміз Жолаушы Тұрдығұловтың шығармашылығына арналған. Оның жұмыстарында халық музыкалық аспаптарын жасау және қалпына келтіру ерекше орын алады. Домбыра туралы айтқанда, ұлы музыкант домбырашыларды айтпай кетуге болмайды. Қазақстан талантты күйшілер мен ақындардың мекені. Олардың арасында күй атасы Құрманғазы да бар. Ұлы композиторлардың өмірі мен шығармашылығына арналған мақалалар Әбдімәлік Нысанбаевтың редакциясымен жарық көрген Құрманғазы жинағында кеңінен қамтылған. Көркем туындыға тек ғылыми зерттеулер, көркем шығармалар ғана емес, сонымен бірге куәгерлердің естеліктері де кіреді. Құрманғазы өзінен кейінгі ұлы музыкалық шығармаларды ғана емес, оқушыларды да қалдырды. Оның сүйікті шәкірті домбырашы, композитор Дина Нұрпейісова болды. Дина түрлі бүкілодақтық байқаулар мен конкурстарға қатысты. Оның соңғы қойылымы ол 91 жаста болған кезде өтті. Ұлы домбырашының өмірі, шығармашылығы жайындағы қызықты деректер мен күйші Дина кітабынан таба аласыздар. Өткен ғасырдың 20 жылдары Шығыс Қазақстаннан шыққан музыкант, әнші Әміре Қашаубаев қазақ елін әлемге танытты. Ол Еуропаны қазақ халқының ән өнерімен таныстырған алғашқы кеңестік әнші болды. Әміре салтанатты түрде Парижде өнер көрсетті. Зерттеуші, жазушы Жарқын Шәкәрімов Әміре Қашаубаев өнердегі өмір және Париждегі Әміре кітаптарында әншінің өмір белестері туралы сыр шертеді. Жоғарыда айтылған халық авторларының музыкалық мұрасы бізге Александр Затаевичтің арқасында келді. Ол 2000-нан астам қазақ әндері мен күйлерін жинап жазып алған. Қазақ халқының 1000 әні кітабы қазақ музыкалық фольклорын одан әрі зерттеуге жол ашты. Қазақтың дәстүрлі мың күйі жинағында еліміздің алуан аймақтарында қалыптасқан күй мектептері ғана емес, елімізден тысқары Моңғолия, Қытай қазақтарының күй дәстүрлері бір арнада тоғысқан. Оның ішінде Шығыс Қазақстан домбырашыларының дәстүрі және оның ішіндегі ең ірі өкілі Байжігіт туралы ақпараттар бар. Егер сізде домбырада ойнауды үйренгіңіз келсе, сізге Жұмагелді Нәжімеденовтің «Домбырада ойнағыңыз келе ме?» және де «Домбырада ойнау оңай ма?» кітаптары көмекке келеді. Сіз нұсқаулықтан оқу әдістерімен танысасыз, домбыра бөліктерінің атауларын білесіз, аспапты баптауды үйренесіз және көптеген басқа да пайдалы ақпараттарды игересіз. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Қазақ халқының тарихында домбыраның алатын орны ерекше. Құрметті оқырмандар, сіздерді домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрбіріңіздің үйіңіздің төрінде домбыраның әдемі әуені жиі естіліп тұрсын.